Қайырлы таң. Біз сізге келгенде болдық қой. Көңіл күйіңіз қалай, Жанатбек аға? Көңіл күйім жақсы болған соншалық сендерге бірінші шай құйып қойдым. Бізден қарағанда таңертең тұрып елдің бәріне сәлем сауқатын сұраған екен, ең жақын адам сияқты болып кетесіңдер ғой, күніге көріп жүрген екен. Сондықтан шаршамасын деп шай құйып қойдым, шай ішіп отырып. Негізі біздің бағдарламаға келген кісілер ұйқысын аша алмай, былай бір қиналып отырады. Сіз деген бір энергияңыз көп адам секілдісіз ғой. Мен өйткені қазір жаңағы өздеріңіз айттыңыз ғой, 4 ақ баланың әкесі деді ғой, жаңа Елдар айтты, сол айтпақшы қазір енді кейде болады енді балалы үй базар ғой. Балабақшаға баратындар ертелеу жаңағы улап-шулап жүріп ерте жатқызамыз екеуін. Екеуі жаңағы үйде қалатын кісілерді оларды жатқызу өте қиын болады. Сондықтан олар түнде жаңағы ең кішкентай балам өзі не сияқты? Будильник сияқты. 2 сағат сайын бұған дейін жата береді, жаңағы қың-қың деп қояды, кішкене тербетіп қоясың, содан кейін өзі бір тамақ ішетін кезінде кәдімгі жаңағы баяғына Совет одағының кезінде сағаттар болды, шағылдап қоя беретін. Сол сияқты болады, атып тұрасың. Жаңағы мамасы тамағын береді, содан кейін жаймен ұйқылы тербет жатасың, содан кейін таңертең 8-де кішкентай нелеріміз 7-де тұрып алады. Солармен бірге тұрасың. Тербетіп демекші, әлі бесікке өлесіздер ме? Міндетті түрде. Міндетті түрде, өйткені бесік туралы. Бесік деген адам балаға деген өте пайдасы көп екен. Өткенде мен бір газеттен оқыған кезде, жалпы бәріміз бесікке жатып өстік қой. Бесікке жатсаң түзу жатасың, аяқ қолың, ана аяқ, біз енді қазақтарда сәл атқа отырған ыңғайлы болсын деп аяғымыз сондай ма бірден ғой, бірақ түзу болсын деп байлап тастайды ғой. Бірақ енді өте тазалық қой, өте тазалық. Қазір мысалға памперсті мысалға жарты сағат сайын, 1 сағат сайын ауыстыруыңыз мүмкін, бірақ енді соны қазір өзі соны медиктердің өзі айтып отыр, өте памперс деген зиян деп жатыр мысалға. Ол мысалға жаялықты жуып жаясын қайтадан, жаңағы төбек шүмегінің бәрін кептіресің, сөйтіп ол бесікке бөлек жатқан бала, ол ата-анаға мейірімді болады екен. Содан кейін оның бойына сол бесікте тербетіліп жатқан бала, ол тал бесік дейді ғой, сол тал бесікте жатқан бала міндетті түрде ол патриоттық сезім мықты болады екен. 5 қасиетін оқыдым, соның қазір ойымда қалғаны. Содан кейін жұбайыма да айттым, сіз ерінбей интернетке кіріп, тағы да бір соны пысықтап қойыңыз. Жұбайыңызға қиын шығар. Түнде жыласа, орнынан тұрып. Енді әйел бір қолменен бесікті, бір қолменен әлем тербетеді дейді. Енді мықты ғой кісілер, екі жақ тербетіп отыр ғой. Арасында басымен біз тербетіп отыр. Негізі таңғы ас адам ағзасына күш қуатты жақсы береді. Сонымен келісесіз бе? Негізі салауатты өмір салтына қалай қарайсыз? Дұрыс тамақтану, осының барлығын жасау керек пе? Енді ол мысалға адамға бір уақытта, белгілі уақыттарда тамақ ішіп тұрған дұрыс қой негізі. Біздерде мысалға әртіс адамдарда жүріс-тұрысымыз, ары-бері жүрісіміз көп болғаннан кейін кішкене режимнен кетіп қаламыз. Негізі таңғы ас тәңірден дейді, таңғы асты ішкен дұрыс негізі. Ішкен дұрыс. Мен өзім үйренгем, ыстық тамақ ішемін де міндетті түрде арасында отырып суық су ішпесем, білмеймін, ол зиян деп атады, білмеймін енді оны қаншалықты қай уақытта зияндығын беретінін білмеймін. Міндетті түрде ол ет жесем де, қандай тамақ ішсем де, мысалға сорпа ішсем де, міндетті түрде шайдан гөрі су ішіп қоя беремін. Су ішіп қоя беремін. Судың пайдасы көбірек шайға қарағанда. Иә, таңертең тұрғанда да міндетті түрде сол ашқарынға ішіп алған жақсы көремін суды. Ағзаңыздың барлығын оятасыз ғой. Қанша проценті 70% судан тұра ма? Судан тұрған екен соны. Яғни күніне 2 литр суды ішесіз. Мен жақсы ішемін негізі, суды жақсы ішемін. Менің балаларым да солай жақсы ішеді суды. Өйткені олар сүзбені де жақсы жейді, құртты да жақсы жейді, ара-тұра конфетті де жеп қояды, міндетті түрде су. Сүзбе, құрт дегенді қайдан алдырасыз? Міндетті түрде қолдықын алдырамын. Жанәлі қоямыз ба, Жанайдар қоямыз ба, Жаңабай қоямыз ба деген неше түрлі нелер болды. Сонда ең үлкен қызым айтты, жаңа балабақша барып екен, бізде Жәңгір деген не бар, аты күшті екен, Жәңгір қояқшы деді. Содан кейін періште енді айтып тұрған екен, Алла сондай бір аузына салып тұрған шығар деп. Ол да біздің бір қазақтың бір мықты ханы ғой, сондай болсын деп. Иә, өте әдемі ат екен. Сөйтіп Жәңгір деп қойды қазір міне, Құдайға шүкір. Енді адамға кәдімгідей үлкен кісі сияқты қарайды. Мен андай баланы енді оған дейін де балаларым болды ғой, Құдайға шүкір, бірақ мына баланың кәдімгідей адамға ойлы көзбен қараған кезде ойланып қаламын өзімде. Деп қараған кезде кәдімгідей ойға батырады. Бірақ арасында балалы үй базар. Рахат қой. Негізі таза ауада, тауға шығып, серуендеп, таза ауамен демалған адам денсаулығына өте пайдалы. Келсесіз ғой. Сіз балдарыңызбен аулаға шығып, бір қыдырып тұратын кездер болды ма? Оған мен дәлел ретінде айтайын, осы екінші қызым не келгенде айтты, кислород жұту керек деді, соны бір неге апарып, кислород жұтқызады екен, барокамераға жатқызады екен, кислород жұтады екен.
Содан кейін Алатаудың жоғары жағына алып бардым. Сол жерде бір ағайымыз бар, сол кісінің өзінің жылқы ұстайды, сиыр ұстайды, сол жерде сиыр сауады, жылқы сауады, киіз үйі бар. Керемет, енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Соған апарғанда ана баланың іште жатып аунағанын көрсеңіз. Қазір сол қызым, Құдайға шүкір, өте ширақ, үйдегі ең жылдамы, жеңілі, сұрақ қойғыш та сол, бізден жауап алғыш та сол кісі. Кейде папа қолын ұсташы деп қойды, ұстап қойым, сол ұрған кезде қолының күштері де кәдімгі неге бестікке де өлтіп кетеді, тік ет деген кезде соң ойлап қойым, солы таудағы кислород жатқан деп. Мен жақсы көрем негізі. Мен өзім мысалға Мырзашөл деген Мақтаарал ауданында туып өскем. Сол жақта, бірақ енді бір жақта тау деген жоқ. Жазық далада. Мына жағын қарасаң семішкі, мына жағын қарасаң жүгері, жан-жағың бәрі мақта. Ағып атқан керемет өзен жоқ. Селитраның баяғыда, қазір селитраны дәріге таппайсың ғой, неге егістікке себейін десек сатып аласың тоннасын, килограмм қаншадан. Ол кезде жататын, соның бәрін неге ағы жібереді, тұзбор сойлақтар жібереді, одан мал ішеді. Соны келеміз, несін тасысып, сол жерден су ішетіміз. Сондай ауылдан шығып, мен бірақ тау баласы тауға қарап өседі деген сөз бар ғой. Бірақ осы мен білмеймін, осы тауға деген ынтызарым, құштарлығым керемет. Жақсы көрем тауға. Өткенде де барып қайттым. Негізі ойлаймын, биік үйде тұра алмаймын. Қазірде жер үйде тұрамын, бірақ сонда да тағы да сол таудың етегі жағына кеткім келеді, әлі де болса. Жақсы, онда қызықты әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, кезекті тілшілеріміз дайындаған бейне сюжетке кезекті берейік, ал сіздер шайларыңызды ішіп отырыңыздар. Жадырап жаз келісімен бау-бақшаны жайқалтып, ауланы гүлге толтырғанға не жетсін. Алайда кейбіреуінің бақшасы болғанымен ауласына еш нәрсе екпейді. Бірі жалқауланып жатса, енді бірі оған дұрыс күтім жасай алмағандықтан айналыспайды. Сондықтан бүгін біз бағбан Людмила ханымнан кеңес сұрауды жөн көрдік. Прочитала в интернете. Ғаламтордан органикалық егін шаруашылығы туралы оқыдым. Сол әдісті өзімнің бақшамда қолданып көрдім. Бұрын барлық арам шөптерді жұлып тастайтынмын. Жердің барлығы таза болатын. Тек гүлдер өсетін едім. Бірақ түрлі тренингтерді тыңдағаннан кейін арам шөптерді жұлмау керек екенін білдім. Егер оларды қисаңыз, оны жерге қою қажет. Олар күннің астында жата берсе, жерге қосымша қорек болады. Гүлге күлімдеп қарап, онымен сырласу жайқалып өсуіне сеп болады. Қыз секілді нәзік болғандықтан ерекше күтімді талап етеді. Қызды гүлге теңейтіні де осыдан болар. Сонымен қатар әрдайым мамандардың ақыл кеңесіне жүгінгеніңіз абзал. Себебі гүлдің бір түрі суды көбірек қажетсінсе, енді бірі күн сәулесін жақсы көреді. Ең болмағанда ғаламтор арқылы бақшаңызға еккелі жатқан гүлдің қыр-сырымен танысуға тырысыңыз. Мне вообще цветы нравятся. Жалпы маған барлық гүлдер ұнайды. Олар көктемде гүлдей бастайды. Кейде кейбіреуі қар кетпей жатып шығады. Басында крокустар, қызғалдақтар, кейін нарцисс, саргүл және раушан гүл деп шығады. Жалпы саргүл маған қатты ұнайды. Оны гүлдердің патшайымы деп атайды. Саргүлдің түрлері өте көп. Бұрын мен тек көк түрі бар деп ойлаушы едім. Олар гүлдей бастағанда жаңадан егу қажет. Тамырын қазып алып, жапырақтар мен гүлдерін аздап қиып отырғызып суару қажет. Шамадан тыс суарудың керегі жоқ. Себебі кейбір гүлдер көп суды ұнатпайды. Людмиланың айтқан кеңестері кәдеңізге жарайды деп ойлаймыз. Мамыражай жаз айында бақшада өсіруге болатын барлық өсімдіктердің күтімдеріне бағдарламаның алдыңғы сандарында тоқталатын боламыз. Сондықтан қапы қалмаңыздар. Айша Науашева, Ринат Әлібеков, Жаңа күн. Олай болса, Жаңа күн бағдарламасын жалғастырамыз. Біздің студияда Жанатбек Байтеков. Жәке, енді шығармашылық ауылға оралайық. Жалпы қандай жаңалық бар? Жанатбек Байтеков қазір немен айналысып жүр? Жанатбек Байтеков қазір бала-шағамен айналысып жүр. Қазір енді біз жақында осы Жамбыл облысын бұрынғы мафия тақиямен жаңа актерларымызбен бір аралап қайттық. Аудандардың бәріне бардық. Бұрын енді көбіне бара бермейтініміз ғой, облыстың орталығына барамыз, үлкен-үлкен қалаларға барамыз, болды қайтамыз. Сонда қазір біз Шеті Байқадамға, Қаратауға, Байзақ ауылына, көп жерлерге бардық, Құланға бардық, керемет жерлерді көрдік. Сонда да тағы да көрдім ғой, қазақтың табиғаты қандай тамаша, елі қандай тамаша, көңілі қандай тамаша. Сол кішкентай балалардан үлкен кісілерге деген концертке келгенде адам көңілі қуанады. Ол өнерге деген құрмет. Сондай бір енді тағы да бізге шақырту түсті, Батыс Қазақстан облысынан, Оралдан. Сол жақта бір аралау. Одан кейін өзіміздің, менің өзім туып өскен жерім, Оңтүстік Қазақстан облысында,
ол жаққа да бармағанбыз. Мына Шардара жақ, қазір бізде жаңағы қалжыңдап айтады ғой, мынау өзі ана Жетісай, Мақтаарал ауданы аппендицист болып қалды деп осылай. Бөлініп қалды ғой. Бірақ ол жақта біреулер сөйтіп ойнайды, ешкім бармайды екен. Ал сіз ол жақтың өмірін көрсеңіз, қандай еңбек, қандай қызу дүние, қандай небір қызық думанның бәрі сондай болып отыр. Өткенде ғана жақында концертке барып келдім, мысалға, театрға адам сыймайды, қандай шөлдеп қалған. Сондай жоспарымыз бар енді осы ораза аяманесін өткеннен кейін сол жақта. Өйткені қазір барсаңыз, өйткені қазір ол жақта барлығы егістікте жұмыста. Қызу жұмыс деп жатыр. Біз жаққа бару үшін күзде қыркүйектен кейін, қыркүйекті өткізіп болғаннан кейін қазан айындарда барсаңыз, мақтаны өткізеді, қауын-қарбызды сатады. Қалтада ақша көп деп қойып рахаттан демалып жүр. Сондай жоспарларымыз бар кетсе. Әзіл әлеміне арналған тележоба ашу болашақта жоспарыңызда бар ма? Бар. Негізі жоспарды енді айтады ғой. Жаратушының күлдіргің келсе жоспарыңды айтты бе. Бірақ енді оның бәрі жаратушының қолында ғой, бірақ сондай ойлар бар. Енді қазір мысалға әрбір айтатын сөзіңді сәл кішкене ойлап, салмақтап айтатын кез келді. Жас та соған келді. Баяғыда кез келген біріне бірін жалғастырып клейлеп ұра беретін заман емес. Қазір сөйтіп клейлеп жатқандар да көп. Бірақ келсін келмесін. Баяғыда ана кассетаның лентасын клейлейтін қой, бір жерге секіріп кетеді. Ондайлар да көп. Бірақ жоспарлар, неше түрлі жоспарлар бар, енді оны уақыт көрсетеді. Оны қазір мен үйтейін деп жатырмын, бүйтейін деп жатырмын деп семіз айтып арық шыққаннан арақ айтып үзілейін деп тұрып семіз шыққан дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді бұрындары Жанатбекте тележүргізуші ретінде жалпы халық көрді, таныды. Бүгінде Жанатбек неге тележүргізушіліктен бас тартып жүр ме? Не болмаса ұсыныстар жоқ па? Бас тартып жүрген жоқпын. Мен кішкене тоқтап тұрғаным, өйткені мен барлық қазір дерлік осы отандық телеарналарда болып жатқан дүниелерді жібермеуге тырысамын. Кім қалай жүргізіп жатыр, кім не болып жатыр? Мысалға біз сол енді сол ошақты, қайнап отқан ошағын, сол үйрететін жерді, сол оқу орнын бітіргеннен кейін қараймыз ғой, не болып жатыр екен, қалай болып жатыр екен, осы кетісімен барса қалай болады деген ойлар келеді. Маған көп кісілерді, біраз кісілерді айтты, сен негізі вообще енді білмеймін қандай екен, сен жақсы актер едің, сол актерлығынан кетіп қалып, тек қана тележүргізуші болып кеткен жоқсың ба деп отыр. Мен негізі жалпы камераны жақсы көремін. Камераның алдында, жалпы өнерде жүрген сахнаны жақсы көремін. Бірақ ана сол сәтті пайдаланып бетімді камераға бере бергім келмейді. Таға бергім келмейді, қайта-қайта жылтыңдай бергенде онша не қылмайды. Ал шоу-бизнес әлеміне, яғни шындықты бауырына басатын әзілге көңіліңіз тола ма? Ана заман түлкі болса тазы болып шал дейді. Заманға байланысты әзілдер шығар мүмкін. Мен бірақ мысалға қазір кезінде болған тамашалар... Қазіргі әзілдердің барлығы жағымпаз болып кетті. Иә, көріп отырмын ғой, баяғы тамашаларды көріп отырсам, қысқа нұсқа әдемі тастап кететін ой бар да. Ащы шындық бар. Оның өзін әдемі жеткізеді. Ал қазір бізде деген ана америкалық юморға кеткен сияқты да. Бетке бұлшық. Не мәдениетсіз әзілдер. Күле білу, өмір сүре білу. Ол сіз басқаға күле отырып өзіңізді көруіңіз мүмкін. Басқа бір қазір мысалға жан-жақты танысымыз бар. Мысалға басқа бір жаңағы профессияларды бір кішкене әжуалап салайын десең, ода да танысың бар, оған көңіліне тиіп қала ма деп ойлайсың. Бірақ айтпасаң болмайды, айту керек. Ол әзіл деген сол шындықты былай бетке айтуда батылдық, бірақ соны әзілмен жеткізуде ол өнер ғой. Өнер әрі батылдық деп ойлаймын. Мафия мен тақия кімде, кімнің атында, жалпы мафия мен тақияның жалпына өміршең театр бола ма? Ол енді уақыттың еншісінде ғой. Біз оны, мысалға, мен оны күнде ойланам. Күнде ойланам. Бір жағынан қорқам, шын айтсам. Қазір не көп театр көп. Біріне бөлініп шығып, қырқысып, барады да мен бәсекелесіп біреуге театр ашып тастайды. Біз ешқандай қырқысқан жоқпыз. Мысалы, біз енді мен әлі күнге дейін жасырмаймын. Сол мен Бауыржан Ибрагим театрынан бастадым, тамашада ойнадық. Сол Сәбит екеуміз бірінші сол тамашада ойнап жүргенде жеке концерт берейік дедік. Атын солай мафия тақия қойдық та, концерттің атын. Сеньор Сәбит, мистер Жанатбек болдық та, содан басталып кетті. Содан басталды да, содан кейін бір солай ұжым болдық. Одан кейін қазір мысалға Сәбитті қарасаңыз, мысалға өзі кино түсірді, қазір продакшн. Өсіп кел жатыр. Ол кісі қазір оңтүстік Қазақстан циркінің директоры. Мысалға, оны біреу білер, біреу білмес та, бұл енді жарнама емес, өзің істеген жұмысына байланысты. Содан кейін бізге көп актерлар келді,
көбісі киноға түсті. Кино деген мен тағы да айтамын, ол бір актердің маңдайына бұйырған дүние, бір актердің қандай мықты актер болса да мүмкін мүлдем ол маңдайына жазылмаған болуы мүмкін. Сол бізде істеп жүрген жігіттер сол жаққа кетем дегенде соның бәріне рұқсат бердік. Концерттің бәрін тоқтаттық. Өйткені бізде бағдарлама болмай қалды, программа таусылды, баратын жер жоқ болды деген әңгіме емес. Бізде баратын жер, бармаған жерлеріміз көп әлі. Бармаған жерлеріміз көп. Ал бірақ енді осыдан кейін ол қаншалықты жүреді, қалай болады? Өйткені адам жаймен нелерді көріп, басқа нелерді көрген кезде ойланып қаласың. Ертең жарайды, 1 жыл өтеді, 2 жыл өтеді, 3 жыл өткеннен кейін сен өзіңнің ойнаған, сомдаған образдарында айтқан сөздеріңді көргенде, мына неге айттым, мүлдем ұят болған екен ғой, дегізбейтіндей заттар қалу керек артымызда. Біреу болса да сапалы болу керек. Ол жыл сайын 3 концерт, 4 концерт беру жақсы шығар мүмкін. Әрине материалың болып жатса, жақсы айтарың болса бере берген жақсы. Бірақ жылына 1 концерт, 2 концерт мен ойлаймын, соның өзі дұрыс болса жақсы. Жақсы, көрермендеріміз сізді сағынып та қалған шығар. Сол себепті біздің бағдарламамызды қолдана, яғни пайдалана отырып, барша көрерменге ізгі тілегіңізді айтып кетсеңіз болады. Құрметті көрермендер, өнер адамның байлығы да, базарда, ажарда, назарда өздеріңізсіздер. Сіздер аман болыңыздар. Арайлап атқан күндеріңіз, жаңа күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа толы болсын. Жақсы күндерде жақсы жаңалықпен жолығайық. Айтқаныңыз келсін, үлкен рахмет. Рахмет. Рахмет.